Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін Ардақ. Сіздерге бүгін бауырдан дәмді тағам жасауды көрсететін боламын. Бұл тағам гемоглобинді жақсы көтереді, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бауырымызды жуып тазалап, оны шұға етіп турап аламыз. Одан кейін жуамызды осылайша турап дайындап қоямыз. Қызып тұрған тапаға майымызды құямыз, бауырды салып араластырамыз. Бауырды баяу отта пісірген жөн, сол кезде біздің бауырымыз жұп-жұмсақ болып піседі. Тұз саламыз. Жуа салып, үстіне қара бұрыш қосып араластырамыз. Қақпағын жауып 5-7 минутқа қоямыз. Негізінде бауыр өте тез піседі. Жалпы баяу отта 15-20 минутта дайын болады. Енді мен укроп пен кинза салдым. Осылайша укроп кинзамызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Бауырдың иісі өте керемет шығып тұр. Енді оны айтып жеткізу мүмкін емес. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қақпағын жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Біздің бауырымыз дайын. Енді ыдысымызға салатын листьямызды саламыз және кесемізге күрішімізді салып тегістейміз бетін. Содан кейін ыдысымызға аударамыз. Өзі біздің күрішіміз осындай әп-әдемі болып шығады. Менде гарнирге күріш пісірдім. Өз қалауларыңыз бойынша гречка, пюре пісірсеңіздер де болады. Және де қандай да бір салат салсаңыздар болады. Мен корейский салатын салдым. Енді дәмді болып піскен бауырымызды осы гарниріміздің қасынан салып шығамыз. Бұл тағамды қонақ келген кезде тез дайындап жіберуге өте керемет болады деп ойлаймын. Осылайша әдемілеп қонақтарыңызға берсеңіздер болады. Сол кезде сіздің қонақтарыңыз риза болып кетеді деп ойлаймын. Міне біздің бауыр тағамымыз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағам денсаулыққа да өте пайдалы. Жасап тұрсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.